Ama bölек алемін ше. Мына бөлек әлем мынамен үйреніп алсаң. Тек мынақта не бар ғой. Шошық мынау. Не деп айтып жатыр бұл жерде? Консоль деп айтып жатыр. Консоль ма? Міне. Жерде мен бүйтем. Жерде файлдарды. Файл дегеніміз пакетті. Ішіне хат жазып сақтап қойсақ болады, және атын өзіміз жазсақ болады. Дәптер ғой, файл деген қағаз. Сол жерде. Сосын қарасай, өзінің мынандай бар екен. Мынау ерекше нәрсе. Мынау базы операциялық жүйе деп аталады. Білесіз ба, мынау негізі темір ғана болу керек қой, машина болғаны болу керек қой. Хат жіберетін бұған нені кіргізіп тастаған. Қарасай, операциялық жүйе дейді. Бұған бұл мына архитектура орап тастаған ғой. Қарасай. Бағанағы нәрселер қайда? Соны терең кетіп баратырмыз. Мына қарасай, мынау да бір нәрсе ғой. Мынау да бір нәрсе жазатын. Контроллерге байланысты нәрселер ғой. Контроллерді жазасың. Мынау жабық жүйе деп аталады. Мынау жабық жүйе деп аталады. Сонда ашық жүйе дегеніміз өндірістегі нәрселерді. Соған жазамыз. Мынаған қатысы бар соның. Және оған математиканың қатысы бар да. Бағанағы. Мынаның қатысы бар математиканың.